Соңғы жылдары Қазақстанда басым көпшілік аты жөнін дәстүрлі үлгіде жазып, қазақшалауға ден қойды. Мәселе жай ғана оф пен ев жалғауын алып тастауда емес. Бұл отарлық кезеңнің шұрнағынан арылып, өз тегімізге иелік ету туралы. Алайда аты жөнді қазақшалау оңай емес. Құжаттарды түгел ауыстыру уақытыңды да, қаражатыңды да талап етеді. Азаматтар мемлекет бұл процесті жеңілдету керек деп санайды. Кей сарапшылар бұл үрдіске сыни көзбен қарайды. Сарапшы Қайыр Рысбаевтың айтуынша, фамилия мен есімнің жігі ажыратылмаған. Бекзат, Ержан, Айдын секілді мысалдарда қайсысы тегі, қайсысы аты екені түсініксіз. Бұл ресми құжаттарда да, күнделікті өмірде де шатасуға келеді дейді. Ең өкініштісі, бұл өзгерістің нақты есебі жоқ. Қанша адам тегін қазақшалайды. Жаңа туған сәбилердің қаншасы қазақы үлгіде тіркеледі. Бірде-бір ресми мекеме мұны тіркемейді. Бірақ бұл жеке шешімнен де кең ұғым. Бұл ұлт ретінде тарихи жадымызды қайта жаңғырту, өзіңнің кім екеніңді мойындау. Ал сіз фамилияңызды өзгертуді қалайсыз ба? Әлде қазіргі нұсқа болмысыңыздың бір бөлігі ме?